Сәлем достар, бүгінгі тақырып тотығу тотықстану реакциялары. Жалпы тотығу тотықстану реакциясы дегеніміз валенттілік электрондары, яғни ең сыртқы элементтің ең сыртқы қабатындағы валенттілік электрондарды электр терістілігі кіші атомдардан электр терістілігі жоғары атомдарға қарай ауысатын, беріп жіберетін немесе қосып алатын процестерді біз тотығу тотықстану реакциялары деп атаймыз. Яғни бізде реакцияда бастапқы заттардың тотығу дәрежесі реакциядан кейінгі заттардың тотығу дәрежелері өзгеретін болса, яғни қараңыздар, бастапқысы 0,0 болды, одан кейін өзгерді, плюс минусқа өзгеретін реакцияларды тотығу тотықсыздану деп айтады. Яғни плюс минустың мағынасы ол деген өзінің электрондарын беріп жіберді, біреуі қосып алды деген сөз екен. Бұл жердегі негізінен электр терістілік деп жатырмыз. Электр терістілік, яғни хи әрпімен белгіленеді. Мысалы, натрий элементінің электр терістілігі 0,9-ға тең, ал оттектікі 3,5. Бұлар тұрақты сандар, бұларды жаттап алсаңыз болады. Мысалы, бұл жерде натрийдікі оттектікінен кіші болғандықтан электр терістілігі натрий барлық электрондарын, яғни өзінің сыртқы валенттілік электронын оттекке қарай ығыстырып жібереді. Бұлай көрсетіп қойдым стрелкамен. Сол кезде натрийдің ең сыртқы қабатында бір ғана электроны бар, яғни 4 натрий бір-бірден 4 электрон береді оттекке. Сол кезде тотығу дәрежесі 0 болып тұрған натрий плюс 1-ге ауысады, яғни өзінің сыртындағы бір электронын беріп жіберіп плюс 1-ге ие болады екен. Ал оттегі бір электрон қосып алып минус 2 тотығу дәрежесін көрсетеді екен. Бұл жерде енді 4 электрон қосып алып тұр. Сол кезде минус 2 болып тұр. Және де айта кететін жайт осында негізінен тотығу тотықсыздану реакциялары молекула аралық, молекула ішілік деген сияқты түрлерге бөлінеді. Мұндай реакциялардың маңызы өте зор болып табылады, өйткені бізде өте күрделі болатын реакцияларды осы тотығу тотықсыздану реакциялары арқылы біз шығарып дұрыс теңестіреді екенбіз. Бұл жерде мынау электронын беріп жіберетін элементті тотығу процесі өтеді, яғни бұларды тотықсыздандырғыш деп айтады. Мысалы, натрийді тотықсыздандырғыш деп айтамыз. Көбіне бұған металдар оң тотығу дәрежесін көрсетеді. Міне натрий плюс 1-ге ауысты. Бұл тотықсыздандырғыш болып тұр. Ал бізде оттегі минус тотығу дәрежесін көрсетіп тұр. Бұл жерде, яғни оттекте мынада тотығу, мынада тотықсыздану процесі өтеді. Ал оттекті біз тотықтырғыш деп айтамыз. Яғни бұл жерде электрондарды өзіне қосып алды. Беріп жіберсе тотықсыздандырғыш, ал қосып алса тотықтырғыш деп айтады екенбіз. Ал жалпы процестің өзі тотығу тотықсыздану деп айтылады, өйткені мынау зарядтарының тотығу дәрежесінің өзгеріп жүретін реакцияларды тотығу тотықсыздану реакциялары деп айтады. Мысалы ретінде бір күрделі реакцияның тотығу тотықсыздану реакциясын көрсетейін, және ол жерде теңестіру үшін электрондық баланс құруға тура келеді. Яғни бізде күрделі реакцияларда электрондық баланс құру арқылы біз реакцияларды теңестіріп үйренетін боламыз. Бізде осындай реакция берілсін. Реакцияның біз тотығу дәрежелерін қойып шығамыз. Бірінші барлығын қойып шығайық. Мінекей көріп отырғандарыңыздай мен барлығын тотығу дәрежелерін қойып шықтым. Реакцияға дейін алюминий 0 болды, яғни бұл жай зат күйінде 0 болды, ал реакциядан кейін міне плюс 3-ге ауысты. Енді бізде осындай тотығу дәрежесі өзгерген элементтердің астын бір-бір сызып шығатын боламыз. Қараңыз, бұл жерде бізде алюминий және сутек элементтері тотығу дәрежесінің өзгергенін көруге болады. Алюминий 0-ден плюс 3 тотығу дәрежесіне дейін ауысты, ал сутек плюстен 0-ге дейін ауысты. Ал енді реакциямызды теңестіру үшін біз электрондық балансты құрамыз. Яғни осы өзгергендерді біз астына жазамыз бөлек.
мінекей біздер астына жазып алдым. Алюминий, яғни 3 электронын беріп жіберіп плюс 3 болды. Яғни бұл жерде алюминий тотық беріп жіберіп, бұл тотықсыздандырғыш болып тұр. Ал сутек элементі 2 электронды қосып алып, тотықтырғыш болып тұр. Яғни өзі нөлге ие болды. Енді осылай жазғаннан кейін біз мынадай сызық сызатын боламыз. Сызық сызып, қанша электрон, сонша электронды мына жағына жазамыз. Мысалы, мына жерде 3 электрон беріп жүрсе, мына жерге сол мәнді жазамыз, 3-ті жазамыз. Мына жақта 2 болса, сутектің қасына 2 деп қоямыз. Және осыны біз бір-біріне жазатын боламыз. 2-ні алюминийге, 3-ті. Сонда біз осы реакциядағы алдыларына осыларды қоямыз деген сөз. Мысалы, 3-ті мынау сутектің алдына қоямыз. Ал мына 2-ні алюминийдің алдына қоямыз. Ал енді біз реакциямызды осы элементтерге қойып болғаннан кейін оттек арқылы қалған элементтерді теңестіреміз. Сол кезде бізде тек қана мына жерге 3-ті ғана қояды екенбіз. Енді қарайтын болсақ, бізде реакция теңесті. Осылай сіздер өте күрделі деген реакцияларды теңестіруге болады. Яғни электрондық баланс құру әдісі арқылы. Тотығу-тотықсыздану реакциясында ең бірінші осындай тотықтырғыш пен тотықсыздандырғыштың коэффициенттерін қойып алу керек. Яғни осы электрондық баланс нәтижесінде 3-ті қойдық және 2-ні қойдық. Ал содан кейін барып біз қалған реагенттердің алдына коэффициенттерін қойып теңестіреміз. Осылай. Тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышта шатастырып алмаудың оңай әдісін былай жаттасаңыз болады. Тотықсыздандырғыш дегеніміз бізде барлық металдар тотықсыздандырғыш болып табылады. Яғни электрондарын беріп жеріп плюс зарядқа ие болады екен. Тотықсыздандырғыш тотығады, тотықтырғыш тотықсызданады. Яғни былай қарап отырсаңыз, керісінше сөздерді сыз деген екінші сөзге, ал екінші сөз сыз деген сөз барға сәйкес келеді.